Қайырлы кеш баршаңызға, ақылдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен молочная девочка тортын, яғни сүтті қыз тортын жасайтын боламыз. Өте сондай нәзік болып шығатын торттардың бірі. Ең алдымен табамызға 3 жұмыртқамызды жарып, үстінен сгущенкамызды салып, жақсылап тұрып миксермен миксерлейтін боламыз. Жақсылап тұрып миксерлегеннен кейін үстінен осылай аз-аздан ұнымызды сала отырып, одан соң разрыхителімізді, яғни қопсытқышымызды салып, тағы да миксермен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Неге біздің қамырымыз осылай болып шығуы қажет. Видеода көрсетілгендей, енді кезекте пергамент бумагасын алып, асты жабыспайтын болуы қажет. Поклан дейтін пергаментный бумага бар, өте жақсы, соны қолдансаңыздар болады. Енді кезекте жаңа кальциумызды алып, бумаганың үстіне қойып, осылай 2,5-3 қасықтан сала отырып, домалақ шеңбер жасайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей. Неге барлығын осылай істеп шығатын боласыздар. Енді кезекте бұл қамырларымызды 180 градуста 15 минутта пісіріп аласыздар. Бірақ қарап отыруларыңыз қажет, себебі әркімнің пеші әртүрлі деген секілді күйіп кетуі мүмкін. Енді кезекте кремін дайындайтын боламыз. Креміне мен осындай Чудское озеро дейтін сливки қолданамын, өте жақсы, 33%. Соны қолдансаңыздар жақсы. Сливкиіміз қоюланғанша ұзақ миксерлейтін боласыздар. Енді кезекте үстіне сахарный пудрамызды қосып, тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Одан соң осылай творожный сырымызды қосамыз. Неге бір келкі масса болғанша барлығын жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Коржымыздың астына осылай кішкене крем жағып жібереміз, жаңағыдай жылжып кетпеуге көмектеседі. Корждың үстіне осылай пропитка жасаңыздар да болады, жасамасаңыздар да болады негізінде. Әр корждың үстіне 2-2,5 қасықтан крем салатын боламын. Жақсылап тұрып салып, осылай тегістеп шығасыздар. Видеода көрсетілгендей етіп, осылай әр коржды жинай бересіздер. Дайын болған тортымызды үстінен осылай жауып, жақсылап тұрып холодильникке 2 сағатқа жіберетін боламыз. Оған дейін мен торттың сыртын тегістеуге крем жасайтын боламын. Яғни бұл крем-чиз на масле деп аталынады. Яғни маймен бірге жасалынады. Майдың үстіне сахарная пудра, творожный сырымызды салып, миксерлейміз, жақсылап тұрып барлығын. Осылай біздің торттың сыртын тегістеуге креміміз дайын болады. Неге бізде осындай масса шығу қажет. Осылай кремімізді кондитерский мешокқа салып алып, торттың сыртын тегістейтін боламыз. Неге тортымызда дайын болып қалды, сіздер қалғандарыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай туған күнге арналған торт жасағаннан кейін үстіне жазу жаздым. Осылай жүректер жасап әсемдедім. Барлығыңызға ас болсын. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.